Балаңыз ойнап отырса, ойынның сюжетін бұзбаңыз. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен балаға ойынның қаншалықты маңызды екенін және қызықты 3 ойын түрін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Балалық шақ адам өміріндегі ең маңызды кезеңдердің бірі. Мектеп жасына дейінгі бала жеткілікті ойнайтын болса, оның тұлға болып қалыптасуына, болашақта жететін жетістіктеріне ойынның тигізетін пайдасы өте көп. Егер бала ойнап отырса, үлкендер ойынның сюжетін бұзбай ойландыратын сұрақтар қою қажет. Мысалы, бала 2 мұнара құрастырды делік. 2 мұнараның қайсысы биік, мұнараның үстінен құстар ұшқан кезде құстарға мұнара қалай көрінеді деген сияқты сұрақтар қою қажет. Мұндағы мақсат баланың ойлануына мүмкіндік беру, қиялының дамуына көмектесу және ойынның сюжетін бұзбай баланың ары қарай ойнауына көмектесу. Қазіргі кезде балалардың ойнайтын ойыншықтары да, ойындары да өзгеше. Смартфон беріп құтылатын ата-аналар да аз емес. Планшет, телефон, бұлардың барлығы қиялдауға мүмкіндік бермейтін дайын әлем. Бала ойыншық, ойын ойнау арқылы баланың ой-өрісі дамиды және болашақта жететін жетістіктерінің де көп болатыны сөзсіз. Қазіргі кезде ұсақ моторика деген тіркесті жиі естиміз. Ұсақ моторика дегеніміз не? Оны қалай дамыту керек? Ұсақ моторика дегеніміз қолдың ұсақ бұлшықеттерінің қозғалысы. Сонымен қатар қол мен көздің тепе-теңдігінде ұмытпауымыз қажет. Себебі қолдың қозғалысы көзбен тікелей байланысты. Баланың сөйлеу құзыреттілігін арттыру үшін төмендегідей жаттығуларды жасау қажет. Саусақ ойындары, театр ойындары, қолды бүгу, оригами, яғни қағазды бүктеу, бұның барлығы саусақ моторикасын дамытуға пайдасын тигізеді. Осындай бүктемелерді жасау үшін арнайы суреттер мен қайшы қажет. Суреттердің айналасын теп-тегіс етіп қиып, бүктеп шығамыз және ортасын біріктіру үшін желім пайдаланамыз. Мен видеода бірнеше бүктеу түрлерін ұсындым. Егер электронды нұсқасын алғыңыз келсе, төменге сілтемесін қалдыратын боламын. Неліктен ұсақ моториканы дамытуымыз қажет? Моторикалық жаттығулар жасау арқылы баланың сөйлеу белсенділігі артады. Сиқырлы пішіндер ойыны. Ойынның мақсаты геометриялық пішіндермен таныстыру және пішіндерді ажырата білуге үйрету. 3 бұрышпын, 3 бұрыш. 3 қабырғам бар менің. Мен 4 бұрыш, 4 бұрыш. 4 қабырғасы бар бұрышпын. Мен шеңбермін, мен шеңбер, домалаймын, домалап. Мен шаршымын, мен шаршы, қарама қарсы жақтарым бірдей. Мен сопақпын, мен сопақ, ұзартылған, домалақ. Осы ойын арқылы 1-ден 10-ға дейін санауды үйренеді. Енді ойнау барысы. Печеньенің үстіндегі шоколад үгітінділерін санай отырып, сәйкес санның үстіне печеньені қояды. Осы ойынды ойнау барысында санамақтарды да айтқызуға болады. Мысалы, 1 дегенім бесік, шықтық судан өсіп. 2 дегенім елім, орман, тауым, көлім. 3 дегенім үміт, үміт артар жігіт. 4 дегенім төзім, төзе білем өзім. 5 дегенім бақыт, бағалайтын уақыт. 6 дегенім ақыл, тыңдағаның мақұл. 7 дегенім жалау, жүректегі алау. 8 дегенім сөзім, серт беретін кезің. 9 дегенім тоқтау, елдің жоғын жоқтау. 10 дегенім отан, қорға соны ботам. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай тақырып болғанын қалайсыз, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз.